Бүгінгі келген клиент 47 жаста, 3-ші группа мүгедектігі бар, мәңгілік. Жинағында 7 миллион ақшасы бар ер адам. Пенсияға бұл кісі жалпы 63 жастан шығады. Бірақ та, естеріңізде болсын, егер де мүгедектік мәңгілік болса, сіздер пенсия жасына келген кезде или пенсияны, или мүгедектік пособиясын таңдайсыздар. Екеуін бірге ала алмайсыздар. Енді бұл кісінің сұрағы, мүгедектік 3-ші группа бессрочный шыққан, 47 жаста, әлі 63 күннен оған қарайған жыл бар. 47, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 16 жыл уақыт бар. Енді дейді, мен аннуитетке өтіп кетсем, мен пенсияма әсер ете ма дейді. Сосын былай түсіндірдім. Аннуитетке өтетін болсаңыз, сізге әлі пенсияға 16 жыл уақыт бар. Сізде итақта мүгедектік бар, бессрочный, инвалидство бессрочный итақта сізде бар. Сіз пенсия жасына келген кезіңізде или пенсияны таңдайсыз, или пособияны таңдайсыз. Көп адамдар солай ойлайды, инвалидство болса, мен пенсия жасына келгенде пенсияға шығам деп. Иә, шығасыздар, бірақ қайсысы көп? Мүгедектіктің пособиясы көп болса, мүгедектік таңдайсыз. Егер пенсияның ақшасы көп болса, пенсияны таңдайсыз. Енді бұл кісі 47 жаста болуына қарағанда, бұл кісіде пенсиясы аз шығады. 16 жылдан кейін мүгедектік ол көбеймесе азаймайды. Соны түсіндіріп айттым. Осылай сіз бәрібірде пенсияға шыққанда осылай екеуін бірін таңдайсыз. Ал қазір аннуитетке өтіп алған сізге выгодно өткен сумма жетіп тұр. Таңдау өзіңізде. Өтіңіз деп мен қол қаламаймын, бірақ выгодны вариантты айтамын. Өйткені көп адам оны білмейді. Пенсия мен пособияны екеуін бірге қатар алып жүремін деп ойлайды. Мен айттым, өтіп алыңыз, жасыңыз келіп тұр, суммаңыз келіп тұр. Итақта сізге пенсия аз шығады, потому что сіз 47-сіз. Егер де осы жыл келесі пенсия шығатын болса, онда стаж нормальный болып пенсия көп шығады еді. Өкінішке орай жасы 47 болғандықтан 16 жылдан пенсияға шыққанда бұл кісінің пенсиясы аз шығады. 98-дің стаждары аз болады. Солай выгодный вариантты айттым. Аржан шешім қабылдамау ол өз еркінде. Жалпы аннуитетке келетін клиенттер сразу келмейді, осылай сөйлеседі бірінші. Ойлана, толғана, потом дұрыс шешім. Әйтеуір маған келсін, басқаға барсын. Главный өзіне выгодный вариантын өзі қабылдаса болғаны. Желініп қалмай, алданып қалмай, бәрін түсіндірдім деп ойлаймын. Ақпаратым пайдалы болса, парақшама тіркеліп алыңыздар. Мүгедектік бессрочный болса, міндетті түрде пенсия жасына қашан шығасыз, пенсияңыз қанша, пособияңыз қанша, соның бәрін заранее есептеп біліп алыңыздар. Және суммаңыз жетіп тұрса, міндетті түрде аннуитетке өтіп алыңыздар. Өйткені оның ешқандай да пенсияға зияны жоқ. Ақпаратым пайдалы болса, парақшама тіркеліп алыңыздар. Лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, білмейтін сұрағыңызға жіберіп қойыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.